Бүгінде жер ортасы жастан асып барам. Отбасым, бала, шаға, немерелерім бар. Өз мамандығым бойынша сүйікті ісімен айналсам. Зәулім үй, астымда көлік. Бұрын кім едім, қазір кіммін дегендей. Осы күнге дейін жеткізген Аллаға сансыз шүкір деймін. Бірақ өткен күндерден қалған естеліктер еске түскен кездерде жанымды ауыртып қиналамын. Уақыт емші дейді ғой. Дегенмен жандағы жара жазылғанымен орнында тыртық қалады екен. Ешкімге тіс жармаған, іште бүккен, ащы сырларым есіме түссе, іште қатты күйемін, күйзелемін. Мұны кімге айта аламын? Айтуға да аузым бармайды. Осы іштегімді сыртқа шығармасам, жүрегім ауырып, жаным қинала беретін сияқты. Сондықтан осы жолды таңдап, жазушы қызға өзім хабарласып, жан адамға айта алмаған сырларымды ақтарып, жеңілдеп қалармын деген оймен сіздермен бөліскелі отырмын. Мейлі мені сынап нерсіздер, сөгерсіздер, бәлкім түсініп жаныма демеу берерсіздер. Не болса да осы ішке бүккен жан сырымды қағаз бетіне түсіртіп, оқырманға, тыңдармандарға ұсынуды жөн көрдім. Мен қазіргі Түркістан облысы, бұрынғы Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласының маңындағы кішігірім ауылда туып өстім. Отбасында әкем, анам, мен, сіңілім және інім 5 жан едік. Әкем милиционер. Анам сол кездегі ауылдағы пошта бөлімінің меңгерушісі болатын. Мен ес білгелі, әкем жиі ішімдік ішетін. Ішіп алған кездерінде арқасы озатын. Арқасы бар деп айтып жатушы еді ғой, сондай адам болатын. Байғұс анама көрсетпегені жоқ еді. Бірге істейтін әріптестері жолдастарымен жиі қыдыратын. Үйге 2 күннің бірінде қызу келетін. Жоқтан өзгеге ашуланып, анамды домша теуіп, домалатып ұрып қинайтын. Мен сіңілім екеуміз кішкентаймыз. Анам үшеумізді есікке жақындатқызып қойып, өзі отырып алып бізге қарай пышақ лақтыратын еді. Анам көзін жұмып алып, бізді қауқалап тістеніп жылайтын. Біз қорқамыздан шырқырап жылаймыз. Әкеміз сонда да қоймайтын. Пышақты тигізбей қадаймын деп ойлайды ма, әйтеуір өз-өзіне сенімді болатын. Пышақ суылдап бас жағымызға, жанымызға қадалып жататын. Кейде әкемнен сытылып қашып кететінбіз. Анам сіңілімді көтеріп алып, үйіміз ауылдың шет жағында орналасқан болатын. Сай жақты жағалап қашатынбыз. Сол сай жақта ауылдағы балабақшаның меңгерушісі болып істейтін Нағима апайдың үйіне барып тығылатын едік. Одан қалса көшенің бас жағында жалғыз тұратын ауылдас апаның үйіне барып тығылатынбыз, қонатынбыз. Біздің жағдайымызды ауылдағылардың барлығы білетін. Кейін әкем ұйықтады-ау дегенде, болмаса ертесінде үйге бірақ қайтатынбыз. Анамның бетінде, мұрнында сол кездерде әкем салған тыртықтар бар. 1-2 рет әкемнің мұндай қорлығына шыдай алмай, нағыш апамыздың үйіне кетіп те қалдық. Анам ажыраспақта болды. Бірақ жалынып, жалпайып әкем келіп қайта алып кететін. Сөйтіп біраз күн ішпей жақсы жүретін. Кейін сіңілімнен кейін анам тағы құрсақ көтерді. Есімде қалғаны анамның іші кәдімгідей білініп қалып еді. Бір күні кештетіп жұмыстан әкем әдеттегідей ішіп келіп, анамның аяғы ауырлығына қарамастан анам тұрды. Біз тағы сытылып қашып, Нағима апайдікінде тығылдық. Содан ол кісі нағашыларыма хабар беріп, солар келіп бізді алып кетті. Содан кейін нағашы апам, бұл ішкенінде ұрғанды қоймайды. Осылай жүріп бір күні сені майып қылып өлтіріп қояды деп, анамды түпкілікті ажырастырып алды. Кейін анамның айтуынша, әкем жап-жақсы жүретінде екен. Айлықтары жақсы, астарында ызған көлік, әріптестермен демалыстарда үйге қонбай қыдырып кететін екен. Анам кейде әкемнің қалтасынан, көлігінен әйел адамның заттарын тауып алып, сұрасам мойындамайды екен. Анам соны сезіп, білсе де үндемей, барын ішіне жұтып жүре беріпті. Тұрып жатқан үйіміз анам істейтін поштаның меншігі,
яғни пошта ғимараттың артындағы бөлшек еді. Әкем мен анам ажырасып кеткеннен кейін әкем өз үйіне анасы мен бауырларына кетті. Біз нағашы апамыздың қолында қалдық. Көп ұзамай анам ұл босанды. Ініме 2 айдай болған кезде әкеміз қайтыс болды деген қаралы хабар келді. Сөйтсек, әдеттегідей әкем ішіп алып, өз ағасымен ерегесіп, қой дегенге қоймай, арты төбелеске ұласыпты. Сөйтіп ағасының 2 ұлы әкемізге қол көтердім деп, әкемізді аямай тепкілеп соққыға жыққан көрінеді. Содан көршілер араласып, жедел жәрдем шақырыпты. Әкемнің төменгі еркектік мүшесі жағына қатты зақым келіп, қан сырап, жолда кетіп бара жатқанда ауруханаға жетпей қайтыс болыпты. Осылай әкем 30 жасында өмірден озды. Анам 3 баламен жесір қалды. Сосын ағашыларымыз бірігіп, апамыз бар. Сол бұрынғы ауылымыздан үлкен үй алып берді. Алдында үлкен 2 жаңғақ ағашы болатын. Сол төгіп піскен кезде соны жинап сатамыз, қалғанын жейміз. Бақша егеміз, отын тасимыз. Балалық шағымыз ауыр еңбекпен өтті. Не әке мейірін көрмедік. Сөйтіп бұйығы жасқаншақ болып бой жеттім. Мектеп бітірген соң анам тірнектеп жинағаның бәрін салып, мені медициналық колледжге оқуға түсірді. Шым қалаға келдім. Студент атанып, жүрегім лүпілдеп қуандым. Жарқында жарық ересек өмірім басталды. Мінезім тұйық еді. Студенттік өмірім бір сарында өтті. Бар көңілім оқуда еді. Өйткені үйдің үлкенімін. Оқуымды аяқтап, жұмыс істеп, анама болсуым керек. Сөйтіп 2 жылдан кейін диплом алып, мамам болып, қалалық ауруханаға жұмысқа орналастым. Айлығымды жинап, ауылдағы үйді сатып, Шымкентке жақын нағашы жұртымыздың жанынан үй алдық. Анам сауда сатықпен айналыса бастады. Сөйтіп жүріп өзі қатарлас бір кісімен көңіл жарастырып, қазақша неке қиғызып тұрып жатты. Дегенмен ол кісі бізге бөтен еді. Жақын тартып ауыр басып кете алмадық. Сіңілім бой жетіп, әнім ер жете бастады. Осы есейген шағымызда өзім қатарлас құрбыстарға қарап, кейде әкеміз тірі болғанда 4 құбыламыз түгел, бұлай қиналмас бедік деп ойлайтын. Мүмкін қазір әкем тірі болса, ішкенін қойып, жақсы жаққа өзгерген болар ма еді. Әнім де әкемді көрмедім. Ол тірі болғанда басқаша болар ма еді деп жайтатын. Бірақ әкемді еске алғанда санамда сол ішіп, анамды ұрып, бізді қорқытатыннан басқа ештеме қалмапты. Әнімнің осын барлығын көрмей өскенде дұрыс болды ма деп ойлап қоятын кейде. Уақыт жылжып өтіп жатты. Осылай жүргенде бір күні жұмыстағы әріптесім әрі құрбым тұрмысқа шықты. Сөйтіп бізді бірге араласып жүрген достарын үйге көрсетпек болып қонаққа шақырды. Барып үйлерін көрдік, күйеуімен таныстық. Сол жерде құрбымның күйеуінің нағашысымен таныстым. Кеш бойы менен көз алмай қайта қарай берді. Шырын құйып, әңгіме дүкен құрып, арасында қалжынып маған ерекше көңіл бөліп жүрді. Бір-бірімізді ұнатып қалғандаймыз. Бұл менің алғаш қыз болып жігітпен сөйлесіп, ұнату деген сезімді басымнан кешіп жатқан еді. Әлгі нағашысы есімі Дәулет, бәрі оны Дәукен дейді. Әнді жақсы айтады екен. Дауысы керемет. Сол кештен соң мені үйге дейін шығарып салды. Осы қалада жүк таситын шағын мекемеде жүк көлігін жүргізуші болып жұмыс істейді екен. Мінезі жайсаң, ашық жарқын ақ көңіл жігіт екен. Бір-бірімізге жұмысымыздың телефон нөмірлерін беріп, хабарласып тұратын болдық. Кейінірек көңіл жарастырып, кездесіп жүре бастадық. Бір күні әпкемнің үйінде отырыс жасаймыз деп мені шақырып алды. Барсам ешкім жоқ. Қонақтары келмеген шығар деп ойласам, шағын ғана стол жасап дастархан жайып қойыпты. Келіп қалады, кел отырайық деді. Отырып екеуміз кешкі ас іштік. Сосын сезімнің жетегінде кетіп, сол түні жігітімен қосылып қойып, пәктігімнен айырылдым. Болар болған соң көңілім құлазып жыладым. Жігітім жыламашы, мен сені шын жақсы көремін. Үйленемін деді. Мен оған сендім.
Бір айдан соң кезекті ақылы демалысының уақыты келіп, ауылға анамның жанына барып, демалып келмек болып ауылға қайттым. Жігітім қалада жұмысын істеп қала берді. Ауылға келген соң біраз уақыт өткен соң жүрегім айнып, құсып, асқа тәбетім тартпай қалды. Сөйтсем, сол бір рет қана болған төсек қатынасының аяғым ауыр болып қаптым. Не істеймін? Жігітімнің жұмысына телефон шалып хабарластым. Ол демалыстан келген соң сөйлесеміз деді. Арада бір ай өткен соң жұмысқа шықтым. Дәукенің жұмыс орнына бардым. Екеуміз сөйлестік. Сөйтсем, жақын ағасы қайтыс болып, дәл қазір үйлене алмаймын дейді. Ал мен не істеймін десем, қазірше қоя тұршы дейді. Біз қоя тұрғанмен ішімдегі шарана күн санап өспей ме? Анам басқа жұрт білсе масқара болмайын ба? Қысқасы қалайда тездетіп үйленуіміз керек. Әрекетімді қыл деп кетіп қалдым. Сыртым бүтін, ішім түтін. Ойым сан сақта. Жігітіме сенім өшіп, не істерімді білмей күндер өтіп жатты. Жігітіме хабарласам, әрдемені бір айтып қипақтайды. Сөйтсем, жігітім 4 жасынан әке шешесінен айырылып, ағасы мен жеңгесінің қамқорлығында өсіпті. Қазіргі уақытта бар айырлығын соларының алақанына салады екен. Өзі левый жасап соған күн көреді екен. Жастайынан жеңгесі бағып өсіргендіктен, сол кісінен қатты қамғатын көрінеді. Ал ол кісілер бар ақшасын алып қылып, жоқ қылырады. Құрдымға батырып отыра береді екен. Содан үйленуге жағдайым жоқ деп ашығын айтты. Сол кездерде анамыз болашақта жар таңдасаң, біліміне, жағдайына қара деп айтпапты, үйретпепті. Махаббат, сүйдім, күйдім деп алғаш сөз салып, ұнаттым деген жігітке тұрмыс жағдайын білмей жатып, үйленбей жатып, сезім жетегінде кетіп үлкен қателік жасаппын. Амал қанша? Мұның барлығын кеш ойландым, кеш түсіндім. Мен оған қатты ренжідім. Ер емес, ез екенсің. Сөзіңде тұра алмадым деп қатты кейдім. Не болса да баланы алғызбайым, туамын дедім. Тауым шағылысып, демалыс күні ауылға бардым. Жігітімнің ауылын сұрастырып біліп алған болатымын. Бар ар ұятты белгі түйіп, ауылына, аға жеңгесіне бардым. Мән жайды түсіндірдім. Сөйтсем, жеңгесі, көріп тұрсың, шитте 5 бала шағамыз бар, жағдайымыз мәз емес. Дәл қазір Дәукенді үйлендіре қоятындай жағдайымыз жоқ деді. Шынымен ол кезде кеңес одағы дырап, Қазақстан егемендік алып, ел жағдайын қиын, тұрақсыз уақыт болатын ол кезде. Тағы тауым шағылып, көңілім құлазып үйге қайттым. Ертесіне менің барғанымды естіген ау жігітім хабарласты. Жақында үйленемін, әрекетімді жасап жатырмын. 2 қой алдым бүгін. Бірін өлтіреге, бірін беташарға соямын. Кешке үйіңе келейін, анаңмен танысайын дейді. Қуанып кеттім. Кешке келіп анаммен танысып, үйленгісі келетінін айтып, алдынан өтті. Менің қуанышымда шек жоқ, көңілім орнына түсті. Қалаға қайтып жұмысымды істеп жүре бердім. Жігітімді көріп тұрамын. Ол шамалы қаражат жинап алайын деп үйленуге дайындалып жүр. Осылай жүргенде аяғым ауырлағанына 5 ай болып қалды. Кезекті демалыс күні ауылға барғанымда, анам кешке моншаға барып келейік деді. Мен бармайым десем де, қоймай ертіп барды. Амалым жоқ, бардым. Ішке кіріп шешінген соң, ішімді көріп анамның аузы аңқиып қалды. Өзім арық болғандықтан кең шалбар, көйлек киіп жүретінмін. Ішімде қатты үлкен емес еді, білінбейді. Содан жуынбастан жанымды шығарып ұрысып үйге алып келді. Өгей әкемізге айтып, екеуі ақылдасып, ертесінде мені көлікке отырғызып алып, көрші ауылға жігітімнің үйіне бардық. Үйлер кішкентай арықтың арғы бетінде еді. Көлікті сол арықтың бергі бетіне тастап, көпірден өтіп, жігітімнің үйіне жаяу бардық. Арықтың бойында мал жайып жүрген, көшеде отырған біраз адамды көрді бізді. Сөйтіп адамдар аға жеңгесімен сөйлесіп, балдарын қолмен істегенді моймен көтерсін деп, мені сол үйге тастап кете барды. Ол кісілер үндеместен жігітімді шақыртып, бәрі сөйлесіп, өлтірісіне деп, жігітім алып қойған бір қойды адамдардың көлігіне салып беріп шығарып салды.
Сөйтіп мен осылай тұрмысқа шықтым. Анам өз қолымен апарып тастады. Сөйтіп анамдар кеткен соң жігітім жақ ертесінде беташар жасауға дайындалық жасады. Мен отырмын жылап сықтап қарбет болып. Жігітім анамның алдынан өтіп еді ғой. Сәл шыда салып кетер еді. Бұлай әкеліп тастағанша аяғым ауыр болса да, жігітімнің өзі алып келген дұрыс еді деймін. Сонымен отбасылық өмірім басталды. Абысыным барғаннан жақтырмады. Бірден осы шешең өзі әкеліп тастаған сені. Ішің шермейіп өзің келгенсің деп бетіме баса беретін еді. Күйеуім оған қарап ештеңе дей алмайды. Жастайынан осы кісінің тәрбиесінде болды. Бағып қағып өсірді. Бірақ күйеуіме деген ешқандай жанашыр сезім болған емес. Күйеуім ол кісіні шешесіндей көретін еді. Ол кісіден именетін. Әйтеуір обалы не керек? Күйеуім мінезі жұмсақ, жайлет. Анда-санда ішетін. Бірақ ішсе де мазаламайтын. Жатып ұйықтап қалатын. Монысына шүкір дейтінмін. Әкем секілді болса қайтер едім. Сөйтіп қалаға қатынау қиындау болған соң, ауылға кішкентай медициналық бөлімшеге ауысып, жұмысымды жалғастырдым. Сол үйдің қағидасына сай абысыным күйеуім екеуміздің бар айлығымызды алып отыратын. Қыс түсіп, күн суытты, мен әлі туфлимен жүрмін. Күйеуімнің үстінде жұқа күздік күртеше. Содан мен келесі айлығыма базарға барып, өзіме етік, күйеуіме қыстық куртка сатып алдым. Моныма абысым қатты ашуланды. Бар тапқандарыңа киініп алып, не ішіп жейсіңдер, енді арам тамақ болайын дедіңдер ме деп. Мен аяқ киім куртка керек, қыс мезгілі тоңып жүрміз десем, сенің тілін шайын депті ғой деп. Неше тілін айтып, қақан қыста үйден қуып шықты. Күйеуімде шыдамның шегіне жетті ме, кеттік қалаға. Өлмейміз. Аяқ астынан жиналып қалаға кеттік те қалдық. Күйеуім бұрынғы жұмысына барып келіп істеп жүрген. Қалада 2 қабатты үйдің астыңғы қабатын жалға алдық. Мен декреттік демалысқа шықтым. Көп ұзамай қыз босандым. Күйеуімнің қуанышында шек жоқ еді. Өте балажанды еді. 40-ымнан шыққан соң достарын шақырды. Қызды болғанын тойлады. Сол күні жап-жақсы ішті. Таң қылаң бере, барлығы тарқады. Қонақтар кеткен соң қызым жылап жатыр екен. Жаныма келіп қызымды емізіп отырғам. Күйеуім келіп қарады да мені жуынатын бөлмеге барып келейін деді. Мен жақсы деп отыра бердім. Бірақ жуынатын бөлменің есігі ашылып жабылғанда шиқылдайтын. Алайда ешқандай дыбыс естілмеді. Барып қарайыншы деп ойладым. Шығып қарасам онда жоқ. Сыртқа шығып кетмекен деп сыртқа шықсам, 2-ші қабатқа көтерілетін темір баспалдақта күйеуім қырылдап басылып тұр. Зәре құтым қалмады. Жүгіріп үйге кіріп пышақ алып, шығып бастан бәйтір көтеріліп жіпті кесіп жібердім. Күйеуім сылқ етіп жерге құлай кетті. Үйге сүйреп кіргізейін десем әлім жетпейді. Сөйтіп көрші үйде тұратын ауылдас үлкен кісі бар еді. Сол кісіге жан ұшыра жүгіріп барып мән жайды айтып, үйге ертіп келдім. Көршіміз кешегі тойлағандары жаман еді, қайта магазинге жүріп ара қалып, соңы тыныш тарқаса деп едім деп, келе сала Дәукенді екеулеп демеп үйге кіргіздік.